Қайырлы күн, қыздар. Менмен бірге бел жаттығуларын жасаймыз. Жаттығуымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Біздің бірінші жаттығуымыз планка. Планканы 1 минут жасаған сайын 1,5 минут, 2 минутқа күн сайын көбейтіп отырсаңыздар болады. Бізде бала позициясында демді аламыз, демді шығарамыз. Қай жаттығуда болмасын, демді алып, демді шығаруды ұмытпаңыздар. Жаттығуды қайталаймыз. Басымызды оң жаққа, аяғымызды сол жаққа береміз. И ұстап тұрамыз. 30 секунд. Келесі жағында солай қайталаймыз. Әр жаттығуда демді алып, демді шығаруды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығуымыз книжка деп айтылады. Қолды ашамыз, қолды жабамыз. Екі аяғымыз бір-бірінен алыстап кетпеу керек. Сол үшін екі аяқтың ортасына бір зат қойсаңыздар болады. Үй жағдайында кішкентай арнайы бір жастықшалар болса, соларды қойсаңыздар болады. Келесі жағына қайталаймыз. Жатырға да, берге де өте пайдалы. Бұны да бірнеше рет қайталаймыз. Оңға, солға 10 рет, 20 рет санап қайталасаңыздар болады. Келесі жаттығуда бел ауруларын жеңілдетеді. Аяқтың бұлшықеттерін жақсартады. Аяғымызды белсебет сияқты айналдырамыз. Қатты емес, жай-жайдан. Осы жаттығуларды бірнеше рет қайталау арқылы сіздер өз белдеріңіздегі аурулармен жұмыс жасай аласыздар.